Бұл әлемде де жер бетіндегі жұмақ деп айтамыз ғой, тырнақшаның ішінде. Соның бір прототипін жасауға болатын дәлелдеген елдің бірі деп ойлаймын. Осы 76 елді аралау үшін жобамен қанша ақшаңыз кетті? Енді әр елге орташа есеппен 3 миллион деп алсақ, 300 миллион деп айтақшы, 300 миллион теңге шығар кемінде. Енді сәл-пәл қосса 1 миллион доллар деп айтақшы, енді жарайды. Қай ел сізді түбегейлі өзгертті деп айта аласыз? Осы елге барып келдім, қайтқаннан кейін басқа өркен болып қайттым деген. Енді ол мен бірінші сапарым өмірімдегі 2011 жылы сәуірде умраға баруым, Сауд Арабиясы. Ел ретінде емес, ол құлшылық сапар ретінде өзгертті. Ал енді ел ретінде өзгерткен әрине Жапония. Біз бұйырса міне 9-шы рет барғалы жатырмын. Мен ең көп барған елім. Енді ол елді енді айта берсе, қазір ұзаққа кетеміз. Ішкі ұстыны, дәстүріне беріктігі, сөйте тұра технологиядан озықтығы. Бұл әлемде де жер бетіндегі жұмақ деп айтамыз ғой, тырнақшаның ішінде. Соның бір прототипін жасауға болатын дәлелдеген елдің бірі деп ойлаймын. Рухани өзгерткен умра, мәдени өзгерткен Жапония. Қай елде сіз жүрген кезде бәрін тастап елге тезірек қайтайыншы деп айттыңыз? Бангладеш әрине. Бангладеште 9 күн болдық. 172 миллион адам тұрады, Жамбыл облысынан да кіші жерде, және өте кедей, өте лас. Әр күнімізді шүкір өтіп, тіпті әр минутымызда. Қазақстанды енді 100 есе, тіпті 1000 есе жақсы көріп кеттік деп ойлаймын. Бангладешке бару міндетті, егер Қазақстанға көңіл толмай жүрген адамдар болса, рекомендую. Қай елде сізді көп шеттетті? Чужак ретінде, шетелдік ретінде? Шеттетті дейсіз бе? Шамасы Эфиопия. Енді шеттету деген мәселеде адамға адам деп қарамайды, фаранжи дейді олар. Фаранжи деген чужак дейміз ғой, енді бөтен. Сосын мани, сен көрсе мани, ақша. Адам емес, сенен ақша көреді. Кошелек ретінде. Иә, сен атында сұрамайды, сен ақша берсең болды. 14 күн бойы мани дестеген кезде әрине ол елдің бір сиқы қашып кетеді. Қанша жерден тайпалар әдемі болса да, жаңағы табиғат күшті болса да, өкінішке орай сондай тұтынушылық қарым-қатынас бүкіл нәрсені өлтіреді. Егер ертең сізге саяхаттауға тыйым салып қойса, қандай іспен айналысатын едіңіз? Мен енді көп адам біле қоймайды енді. Мен 13 жыл журналист болдым. 2007 жылдан 2020 жылға шейін 5 газет, 3 сайт, Қазақстан арнасы, Хабарда 9 жыл деген секілді. Сондықтан да кәсіби журналист ретінде мен кез келген жерге енді есігін теуіп демей қоямын, бірақ орынды табамын деген үміттемін. Ашық жауаптарыңыз үшін үлкен рахмет аға. Саған да рахмет. Байда сәттілік.